Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын үй жағдайында дайындалатын палаудың жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы рецепті дайындап көріңіздер. Алдымен кез келген етімізді ұсақтап, дәл видеодағыдай турап алыңыздар. Менде жылқының еті. Енді одан кейін пиязды жұқа қылып турап аламыз. Бір пияз алсаңыздар да жеткілікті. Палауға көп пияз міндетті емес. Одан кейін сәбіздерді ұзынша етіп турау керек. Және көп болғанда дұрыс. Осылай соломка қылып турап аламыз. Егер сәбіздеріміз үлкен болса, 1-2 данасы жетеді. Егер кішірек болса, 3-4 алып, ұзынша етіп турап алыңыздар. Енді қазанға көбірек май құйып, жақсылап қыздырамыз. Қатты қызған майдың үстіне жұқа қылып турап алған пиязымызды саламыз. Пиязды әбден қатты қызартып, қоңыр түс бергенше әбден қуырып аламыз. Енді осының үстіне жуылған етімізді салып, әбден қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, суы тартылғанша әбден қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алыңыздар. Енді осы қуырылған еттің үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Түрлі дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар да болады. Палауға арналған арнайы дәмдеуіштер бар. Жақсылап қуырып, мөлшерлеріңізге қарай салқын немесе ыстық қайнаған су құйсаңыздар да болады. Лавр жапырағын салып жіберсеңіздер де болады. Дәм беру үшін бетін жауып 10-15 минутке қайнатамыз. Қайнатылған судың үстіне әбден жуылған салқын суда 5-6 рет әбден тазартылған жуылған күрішімізді салып, орналастырып қоямыз. Бетін жауып 10-15 минутке астын баяу отқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін ашып, әбден осылай бір араластырып алып, ортасына сарымсақ салсаңыздар болады дәм беру үшін. Осылай горка жасап алып, бетін қақпақпен жауып, тағы 10 минутқа баяу отқа қалдырып қойыңыздар. Міне біздің палауымыз дайын болды. Қарасаңыздар, видеодағыдай бір келкі езілмей шашыраңқы болып шығады. Бұл күрішімізді көбірек жуғанға да байланысты, әбден жуылғанға және осындай сарғыш түс бергені жаңағы біздің пиязымызды әбден қызғылт түске дейін қуырып алғанымыз. Енді тарелкамызға салып ұсынсаңыздар болады. Бұл енді таза үй жағдайында жасалған палау. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.